Ассалаумағалейкум достар. Өздеріңізге мына қан анализ талдауын көрсеткім келіп тұр. Бұл бізде ем қабылдаған науқастың емге дейінгі анализ қағазы. Бұл жерде жаңағы қалқанша без гормондарының өзгерісі, яғни ЗОП ауру бойынша. Мұнда емге дейін әуелі ат жөнім жерде Айжаны 2024 жыл 6 айдың 21-і маусымның 21 күні анализ тапсырған. Жерде қараңыздар, ТТ-гі дұрыс, бірақ қызда науқаста жаңағындай антитипио жоғары 513 болған. Одан кейін антитг 849 болған. Көрініп тұрса, енді бұл аутоиммунитетті қалқанша бездің қабыну аурулары. Енді емнен кейін бір ай жаңағында шөптен жасалған дәрілер ем бойынша ем қабылдады. Бір айдан аса уақыт. Ат жөні Айжаны міне. Одан кейін 2024 жылы 10 айдың 29-ы осы кезде қайта анализ тапсырған. Жерде ТТ-сі бұлар дұрыс болған. Жерде біздің салыстыратынымыз антитипио 103-ке түскен. Мұнда қараңыздар, 513 5 есе азайған, яғни жақсарған. Одан кейін антитг 222-ке түскен. Оның алдында 849 болған, яғни ол да 4 есеге жоқ түскен. Осындай шөп дәрілер емнен кейін осындай жақсы нәтижелер көрсеткен. Енді ары қарай жалғастыруда. Осындай зоб аурулары болсын, қалқанша бездің аурулары болсын, басқа да аурулар болса, осылай ешқандай гормондық химиялық дәрілер ішпей-ақ ауруыңызды емдеп әбден қалыпқа келтіруге болады, Құдай қаласа. Алла тағала толық шипасын берсін. Ауырмаңыздар.